Сәлем достар, бүгін біз сіздермен IELTS емтиханның соңғы кезеңі speaking жайлы сөз қозғайтын боламыз. Speakingтің ең бірінші мақсаты сіздердің өз ойларыңызды ағылшынша қаншалықты жақсы жеткізетіндеріңізді бағалау. Және де speaking 3 кезеңнен тұрады. Ол 3 кезең жалпы 10-15 минутты құрайды. Спикингтің басқа райтинг пен ридингтен айырмашылығы, сіз дәл емтихан алушының алдында отырып, қойылған сұрақтарға жауап бересіз. Және де сіздің жауаптарыңыз бастан аяқ диктофонға жазылатын болады. Спикингтің бірінші кезеңде емтихан алушы сізден аты жөніңізді сұрап, төлқұжатыңызды тексеретін болады. Ал кейіннен сізге сүйікті кітабыңыз жайлы, немесе туған жеріңіз жайлы, немесе есіміңіздің мағынасын жайлы айтып беруді сұрауы мүмкін. Приложенияға мен Speaking Part 1 Questions деген сұрақтар, бірінші кезеңнің сұрақтарын салып қоямын. Ал екінші кезеңде сізге алдында айтқандай белгілі бір карточка беріледі. Онда бір белгілі бір тақырып болады, және сіз оған 1 минут бойы дайындалып, 2 минут бойы тоқтамай жауап беруіңіз қажет. Мінекей сұрақтар жазылған карточка мынадай болмақ. Міндетті түрде әрбір сұраққа мән беріп, барлық сұраққа толықтай жауап беріңіз. Сіз 2 минуттың ішінде емтихан алушыға өзіңіздің сөздік қорыңыз бен грамматикаңызды көрсетіп үлгерулеріңіз керек. Үшінші кезеңде сізде карточкадағы сұрақтарды немесе басқа жалпылама сұрақ қойуы мүмкін. Үшінші кезең бірінші кезеңге өте ұқсас болып келеді, тек бір айырмашылығы айтқандай жалпылама сұрақтар болады. Мысалы, сіз қандай диета ұстайсыз деп сұрамайды, сізден жалпы диета секілді, жалпы диета туралы сұрақтар қойылады. Ал үшінші кезеңнің де сұрақтарын мен осы видеоның астына жүктеп қоямын. Ол Speaking Part 3 Questions деп аталады. Speaking мынандай 4 критерий бойынша бағаланады. Яғни біріншісі fluency and coherence. Онда сіз жауаптарыңызды қаншалықты тоқтамай, яғни бірдемен айтқан жағдайда бағаланатын болады. Ешқашан бір сөзді қайталай бермеңіз, және өзіңізді дұрыстаған жағдайда да оны жиі жасамаңыз. Lexical resource, онда сіздің сөздік қорыңыздың қаншалықты бай екендігі байқалады, және де идиомаларды қаншалықты көп қолданғаныңыз бағаланатын болады. Және де оны да мен идиомалардың тізбегін де осы видеоның астына тіркеп қоямын. Grammatical range, яғни сіз сөйлемдерде грамматиканы қаншалықты дұрыс қолданғаныңыз бағаланады. Яғни соңғы критерий ол pronunciation, яғни онда сіз сөздерді қаншалықты дұрыс айтқаныңыз тексеріледі. Ал мына таблицада сіздер спикингтің бағалау жүйесі туралы толығырақ ақпаратты оқып біле аласыздар. Енді достар, менің өзімнің жеке кеңестеріме құлақ асыңыздар. Бірінші, ол не айтарыңды білмеген кезде не істеу керек. Ондай жағдайда PPF стратегиді қолдану керек. Ол дегеніміз не? Яғни past, present және де future. Яғни өткен шақ, осы шақ және де келер шақта. Яғни осы 3 сақта өзіңіздің жауаптарыңызды айтсаңыздар болады. Мысалы келтіретін болсақ, онда сұраққа жауапты ұзақ ойланбаңыз. Мысалы, сізге сіздің ең керемет сапарыңыз туралы айтып беріңізші деген сұрақ қойылатын болса, онда 1 минут бойы менің шынымен ең керемет сапарым қашан еді, қайда болып еді деп ұзақ ойланып отырмаңыз. Онда ойыңызға бірден не түседі, соны ары қарай жалғастырып айтып кете берсеңіз болады. Егер ол сіздің тіпті ең керемет сапарыңыз болмаса да, сол туралы айта беріңіз. Бұны ешкім сізден тексеріп жатпайды. Ары қарай ойдан құрап, әсірелеп айтсаңыз да ештеңе етпейді. Жауаптарды ешқашан жаттап алмаңыздар, себебі емтихан алушы жатталынып алған жауаптарды бәрібір біліп қояды. Белгілі бір идиомаларды немесе фразаларды
немесе linking words-тарды жаттап алсаңыздар болады, бірақ жауабыңызды түгелдей бастан аяқ жаттап алуға тырыспаңыздар. YouTube-тан Speaking Test Sample атты видеоларды қарап жүргендеріңіз жөн. Яғни сіз өзіңізге керекті балл алған адамдардың видеоларын қарап, сол арқылы өзіңізге қандай деңгей керектігін білетін боласыздар. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Saturday the 11th of March at Beacon Center. Спикингке дайындық барысында әрқашан өзіңіздің жауаптарыңызды диктофонға жазып алып жүріңіздер. Сол кезде сіздер өздеріңіздің қандай қатені, қай жерден жібергендеріңізді, бас сұраққа жауап беріп, сіздер сөздерді қаншалықты дұрыс айтасыздар, соның бәрін сол кезде ғана байқайтын боласыздар. Себебі адам ол өз сөйлеп жатқанда өзінің қате жібергендерін байқамайды, ал кейіннен оны диктофоннан тыңдаған кезде сіз өзіңіздің қателеріңіздің бәрін байқап, келесі жолы сол қателерді жібермеуге тырысатын боласыздар. Өзіңізді дұрыстауға, яғни жіберген қателеріңізді қайтадан дұрыстап айтуға еш ұялмаңыздар, еш қорықпаңыздар. Және де емтихан алушы оны байқамай қалады деп ойлап қалмаңыздар, себебі емтихан алушылар барлығында байқап жүреді. Сол себепті өз қателеріңізді өздеріңіз дұрыстағандарыңыз жөн. Сұрақты түсінбей қалған жағдайда оны нақтылауға еш қорықпаңыздар. Бірақ бұл дегеніміз сұрақты қайта-қайта сұрау керек деген сөз емес. Тек сұрақты мүлде түсінбей қалған жағдайда ғана былай сұрасаңыздар болады. If I understood right, you asked me this and this, немесе can you please repeat the question деген секілді сұрақтармен сұрағыңызды, түсінбей қалған сұрақтарды сұрап алғандарыңыз дұрыс. Себебі сіз сұрақты мүлде түсінбей, мүлде басқаша тақырыпқа қатысы жоқ нәрсе айтқанша, сұрақты бір сұрап алып, өзіңіздің ойыңызды дұрыс жеткізгеніңіз тиімді. Сіз бір жерде тоқтап қалған жағдайда let me think about it немесе it's a very interesting question деген секілді сұрақтармен толтырғандарыңыз жөн. Себебі кейбір сұрақтар шамалы ойлануды қажет етеді. Мұндай жағдайда үндемей тұрғанның орнына жаңағы жоғарыда айтылған сөздерді айтқандарыңыз дұрыс. Мысал айтатын болсақ, сізден кішкентай кезіңіздегі ең сүйікті ойыншығыңыз туралы айтып беріңіз деген жағдайда, бұл сұрақ ойлануды талап етеді. Яғни сіз кішкентай кезіңізде қандай ойыншығыңыз болғанын есіңізге түсіріп алуыңыз қажет. Сондай жағдайда осындай сөздерді қолданасыздар. Достар, және де linking words пен идиомаларды қолданғандарыңызды ұмытпаңыздар. Себебі бұл өте маңызды сөздер. Мысалы, мен саяхаттағанды жақсы көремін дегенде, мен саяхаттаған жақсы көремін, себебі first, second, third. Яғни I like traveling, however, деп ары қарай өзіңіздің ойыңызды жалғастырып кетесіздер. Ал linking words пен идиомалардың тізбегін мен осы видеоның астына жүктеп қоямын. Идиомаларды жай ғана Google-дан аударып қана қоймай, оның қандай контекстте қолданылатынын, қалай қолданылатынын, оның қандай мағына беретінін барлығын Google-дан іздеп тапсаңыздар болады. Және де менің кеңесім Merriam-Webster атты сөздіктен де осы идиомалардың қандай контекстте қолданылатынын оқып көре аласыздар. Және өзіңіздің аймақтағы speaking клубтарға, яғни сөйлесу клубтарына жиі барып тұрғандарыңыз жөн. Қазақстанның көптеген аймақтарында American Corner атты орталықтар бар, яғни онда сөйлесу клубтарда болады. Ал немесе тіл орталықтарында да осындай speaking клубтар бар. Оны Google-дан өздеріңіздің қалаларыңыздан іздеп көрсеңіздер болады. Ал егер мүлде ондай орталықтар таппасаңыз, ондай болса, өзіңіздің ағылшын тілін үйренгім келеді деген достарыңызды жинап, бір-бірлеріңіздің араңызда сөйтіп сөйлесіп үйренсеңіздер болады. Тіл үйрену үшін ең алдымен адамдар бір-бірімен сөйлесу керек, ендеше тіл үйрену өте қиынға соғады. Және достар, егер сіздерде акценттеріңіз болса, ол үшін мүлде уайымдамаңыздар, ол үшін мүлде ұялмаңыздар. Акцент көп адамдарда болады.
Бірақ бұл сіздер IELTS спикингта ешқандай сіздің бағаларыңызға ешқандай кедергі болмайды, ешқандай әсер етпейді, яғни тек сөздерді дұрыс айтсаңыздар болғаны. Психологиялық кедергіні жеңе біліңіздер, ешқашан ешкімнен ұялмаңыздар. Дайындық барысында сөздерді қате айтсаңыздар да мұнда тұрған ештеңе жоқ. Солай дайындалып сіздердің деңгейлеріңіз көтерілетініне мен анық сенемін. Үйде дайындық кезінде әрқашан идиомаларды және де өздеріңізге таныс емес жаңа сөздерді жаттап, соларды қолданып жүріңіздер. Міне достар, бүгін біз сіздермен IELTS-тың соңғы кезеңі спикингке дайындалдық деп ойлаймын. Егер сіздерде қосымша сұрақтар болса, онда міндетті түрде комментарийге жазыңыздар, мен бүкіл сұраққа жауап беремін. Және де келесі видеоларда біз грамматика жайлы және де жаңа сөздер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бүгінге осы, сау болыңыздар.